Сәлем қыздар. Бүгін сіздермен осындай оқтаусыз қолмен жаюға болатын қатпарлы өте дәмді болып шығатын қаттама дайындайтын боламыз. Қамырға тек 3 зат қажет: ұн, су және тұз. Өлшем бірліктерін әркім өзінің ұнына байланысты илейді, өзінің жаюына. Мен мысалға 1 килограмм ұнға жарты литр су кетеді. Жұмсақтау етіп илейсіздер. Мен өте көп жасап, оны тоңазытқышқа сақтағаннан кейін бір істегенде 10-15 дана қаттама жасап қоямын. Міне қамырымыз осындай жұмсақтықта болу қажет. Июі қанған қамырымызды қанша бөлік шықса да зуала жасап дайындап қоямыз. Дайын болған қамырымызды кішкентай бөліктерге бөліп, зуала жасап, бетін жауып 5 минутқа жұмсарғанша қойып қоямыз. Міне көрсетілгендей барлығын жайып қоямыз да, енді қамырымыз жұмсарады. Екі бетіне ұн сеуіп, міне көрсетіп тұрғандай қамырды сыртқа қарай, іштен сыртқа қарай созамыз. Қалыңдау жерлерін тартып, қатты тартып жібермеңіздер, өзі жұқарады. Міне біздің қамырымыз уже жұқарып, өте үлкен қамыр болды. Міне қамырымыз дайын. Сырт көзге өте қиын болып көрінгенімен, бұл өте оңай. Сіздер алғашында кішкентай қамырмен бастап жасап көрсеңіздер болады. Міне мен жағып жатқаным кәдімгі сары май. 82-де 5 болмаса 2% майды ерітіп отқа, осылай щетканың көмегімен қамырдың бетіне жаямыз да, екінші қамырымызды бетіне қоямыз. Міне осылайша 2 қамыр, 3 қамырды қойып алсаңыздар да болады, 1 қамырды да орауға болады. Міне мен 3-ші қамырды созып жатырмын. Міне көріп тұрғандарыңыздай бұл қамыр өте икемді болады. Міне созып, жұқарған кезде 3-ші слой етіп қоямыз. Қамырымыз дайын. Енді мен оқтауыма жабысқанмас үшін мен ұн сеуіп жатырмын. Оқтауымызға видеода көрсетілгендей ораймыз. Май еріп тұрғаннан кейін, кішкене қолға жабысқандықтан ұн себуге болады. Міне қаттаманы осы әдіспен де жасап көрсеңіз болады. Енді осы дайын болған қамырымызды пищевой пленка немесе кәдімгі салафанға салып, тоңазытқышқа салып қойсақ болады.
Табамызды орташа отқа қойып қыздырып, қаттамаларымызды қалың емес, жұқа емес, орташа қалыңдықта жайып дайындап қоямыз да, кезек-кезек екі бетін аударып отырып, 2-3 қасықтан пістемай құйып, қызарғанша пісіріп аламыз. Ас болсын!